16 минут деген не? 16 минутта адам баласы үшін бір мезетте өтетін уақыт. 16 минутта сен дүкенге кіріп шықсан өтіп кетеді. Пәтерден киініп далаға шығам дегенше өтіп кететін уақыт. Бұл оқиғада 16 минут кейіпкер үшін өте ұзақ болды. Сіздермен бірге куәгер каналға жазылып, ой пікірлеріңізбен бөлісіңіз. Бұл оқиға 2006 жылы Шерман Шизимора атты ер адамнан басталады. Ол сол кезде 73 жаста еді. Ол осы жасқа дейін өмірін абыроймен өткізді. Жұмысының көп бөлігін ол Батыс Вирджинияда атқарды. Шерман көмір шығаратын шахтада жұмыс жасады. Шахтада өздеріңіз білетіндей, жұмыс өте ауыр және лас болып келеді. Өте қауіпті жұмыс. Шахтада әрбір адам істей бермейді. Шерман үйленгеніне 20 жылдан асқан еді, бала шағалары да бой жеткен. 50 жасқа келгенде ол зейнетке шығып, жергілікті шіркеуде жұмыс істейтін болды. Оны жергілікті тұрғындар адал істеген жұмысына, адамгершілігі үшін сыйлады. 2006 жылы қаңтардың 19-ы бұл оқиға басын тапты. Сол күні кешке Шерман әйелі Руби екеуі әдеттегідей үйде болды. Руби теледидар көріп диванда жатты. Ал Шерман болса газет оқып отырды. Бірнеше уақыттан кейін Руби Шерманның айқайынан шошып кетеді. Руби артына қараған кезде, Шерман алдында бірдеме тұрғандай, бірдеме көргендей айқайлап тұрды. Руби Шерманның қасына барған кезде, Шерманның алдында ештеңке болмады. Шерман елес немесе шайтанды көргендей болғандай. Руби Шерманды қатты құшақтады. Шерманның көзі үлкейіп, түрі өзгеріп, ағарып кеткен еді. Шерман әйеліне мені жіберме, қасымда бол, әйтпесе олар мені алып кетеді деді. Бұл сөзінен шошыған Руби жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем кеткеннен кейін Шерман өзін жақсы сезінді. Бұрынғы қалпына келіп, ары қарай үйдің тіршілігімен айналысты. Руби бұл жай ғана ауытқу болды деп шешті. Келесі күні емханаға барып Шерманды көрсетпекші болды. Азанмен ұйқыдан тұрған Руби қасында жатқан күйеуін, яғни Шерманды оятпақшы болады, бірақ Шерманның көзі үлкейіп кереге қарап жатты. Бұны көрген Руби одан ары қатты қорықты. Телефонды алып ол балаларына хабарласып мән-жайды түсіндірді, олардың үйге келуін сұрады. Бұны естіген Шерман Рубиге балаларының келмеуін сұрады. Олар келсе мені тірі жерлейді деп айтты. Осы кезден бастап Шерман жұмысқа бармайтын болды, ол сыртқа да шығудан қорықты. Ол параноидқа айналды. Ол әр нәрседен қорқатын болды. Ол тек әйеліне ғана сенді. Біреулер қарттықпен алжыды деуі мүмкін, бірақ адам баласы бір күнді алжуы мүмкін емес қой. Шерман кейде түнімен ұйықтамайтын. Ұйықтаса да түнімен айқайлап, бір нәрседен қорқып шошып оянатын. Шерманның бұл қиналғаны 2 ақпан күні тоқтады. Шерман тапаншаны алып өзін атып тастады. Неге және қалай сау адам бір сәтте осындай халге түсті деген сұрақ көп адамды мазалады. Шерман бұндай жағдайға түспей тұрып, ішінің қатты ауыратынын әйеліне айтқан. Келесі күні Шерман, Руби және олардың қызы үшеуі емханаға барып, Шерманды тексеруден өткізеді. Дәрігерлер өт жолына ота жасау керектігін айтады. Ота жасау күнін 19 қаңтарға белгілейді. Сол күні Шерман әйелі екеуі емханаға келеді. Шерманға ота жасап, үйіне қайтарып жібереді. Дәл сол күні кешке Шерманда ауытқу болады. Сол күннен бастап Шерман 2 аптадай қиналып, соңында өзіне қол жұмсайды. Руби күйеуі қайтыс болғаннан кейін емханаға барып, ота жасалғанға байланысты құжаттарды алып, тәуелсіз экспертке апарып көрсетеді. Эксперт ота жасағанда Шерман бәрін сезгенін айтқан. Яғни сол күні Шерманды ота бастау алдында анестезиолог Шерманның денесіне 2 түрлі сұйықтықты енгізу керек еді. Бірі ол денедегі бұлшықеттерді босататын, екіншісі ұйықтататын, яғни наркоз. Анестезиолог наркозды енгізуге ұмытып кеткен. Бірінші сұйықтықтан Шерманның тек көзі ғана қозғалған, басқа дене мүшелері парализовать етілген. Оның көзін таңғышпен жауып қойғаннан олар Шерман наркозда деп ойлап, оған ота жасаған. Шерман болса 16 минут бойы оны кескенін, өтін тазалағанын, барлық процесті сезген. Елестетіңізші Шерман қандай қиыншылықтан өткенін.
16 минут Шерманға 16 сағаттай көрінген шығар. Отаның соңына қарай ғана дәрігер Шерманның ұйықтамай жатқанын байқап, сол кезде ғана наркозды енгізген. Неге отадан кейін Шерман бұл жағдайды жақындарына айтпаған деген сұраққа жауап та табылды. Ота жасап біткеннен кейін дәрігерлер жасаған қателігін түсінгеннен кейін анестезиолог Шерманға метозалам препаратын енгізеді. Бұл препарат адамның еске сақтау қабілетін жоюға көмектеседі. Сондықтан соң Шерман операциядан кейін есінде ештеңке қалмаған. Бірақ сол бір қиналғаны 73 жастағы Шерманның жынданып кетуіне себеп болған. 2008 жылы Шерман Шизимораның жанұясы бұл емхананы сотқа беріп, сотты жеңді. Бұндай анестезиологтың қателігі Америкада бірнеше рет болған. 1000 адамнан бір адамға наркозсыз операция жасалады екен. Мына бір видеода бұл жігітке грыжаға ота жасаған, оғанда наркозды енгізуді ұмытып кеткен. Бұл жігітте жасалған отаны сезіп жатқан. Алла сақтасын осындай отадан. Алла баршамызды отадан сақтасын. Дендеріңіз сау болсын ағайын.